Жаңа бизнес идеяларды іске асыруға арналған өтінімдерді қабылдау ағымдағы жылдың 19 және 20 маусым аралығында өтіп жатыр. Кәсіп бастағысы келетін жандарға мемлекет тарапынан 5 миллион теңгеге дейін грант бөлінеді. Өтінімдерді беру кезекте.kz порталында жүзеге асады. Кәсіп бастағысы келетін жандар алдымен бастау бизнес жобасын 14 күн оқып білім алуы қажет. Ал бұрын оқыған жандар мерзімі 3 жылдан аспауы тиіс дейді жауаптылар. Ұлттық жоба шеңберінде мемлекеттік гранттарды алып беруге ұсыныс беретін алаяқтар көбейіп кеткен. Мемлекеттік гранттар конкурстық комиссияда қаралып, бақылаушылардың қатысуымен өтетінін Маңғыстау облыстық кәсіпкерлер және сауда басқармасы хабарлайды. Оған қатысу үшін бірінші жеке кәсіпкерлікті 3 жылдан аспау керек, жеке кәсіпкерлер барлар, және ипшотында 20% сумма болу керек қатысқан жоба. Мысалға 5 миллион болатын болса, соның 20% миллион теңге ипшотында тұру керек. Үшіншісі бастау бизнес сертификаты болу керек. Төртіншісі бизнес план. Бизнес планды сол кезекте.kz сайтында толтырылады. Кез келген адам қатыса алады? Жұмыс жасайтын адам да, жасамайтын адам да қатыса алады. Жас ерекшелігі жоқ. 21 жастан бастап 63 жасқа дейін, топ пенсия жасына дейін қатыса алады.